Турция оқуға түсетін студенттер 90% жасайтын қателігі бар, және сол қателік есебінен олар түрік тілі деңгейден құлақ қағып жатады. Содан кейін ата-аналар келеді де менен сұрайды, баламыз неге тіл курсына өте алмай қалды? Яғни сіз айттыңыз ғой, оңай болады деген сияқты. Бұл жерде былай айтқанда біз өтірік айтқан сияқты болып көрініп қаламыз, бірақ ол олай емес. Шынында түрік тілі өте оп-оңай тіл. Өзі жалпы 5 деңгейден тұрады. Түрік тілі А1, А2, Б1, Б2, Ж1 деңгейі. Және бастапқы 2 деңгей оп-оңай. Яғни бала бастапқыда келген кезде бұл 2 деңгейден жоғары балл жинайды, және де оған күрт оңай болып көріне бастайды басқа күрт баластарына қарағанда. Мысалы, Сириядан, Африкадан келеді, олар мысалы қиналып жатқан кезде біздің қазекендер оңай оқып жатады да. Содан кейін олар бастайды, ей, бұл оп-оңай, біз өтіп кетеміз деп ақырындап сабаққа баруды азайтады, тілді оқуды азайтады, жаңа сөздер жаттауды азайтады. Және бұл жерде Б1, Б2 деңгейге келіп қалады. Бұл ең негізгі және ең қиын деңгейлер десе болады. Осы деңгейге келген кезде көбісі құлай бастайды, сол деңгейді қайттан оқи бастайды. Содан кейін сондай сұрақ туындайды, неге өте алмай қалды деген сияқты. Сол себептен басы оңай болып көрінгенімен оқуды тоқтатпаңыздар, ары қарай жаңағыдай жетілдіріңіздер. Яғни өз мамандықтарыңыз бойынша ютубтан видеолар қарап, сол видеолар көріп шығыңыздар, жаңа сөздер жаттаңыздар. Яғни түрік тілі, академиялық түрік тілі ол қиынырақ болып келеді. Сол себептен өз мамандығыңыз жайында көбірек ақпарат іздей беріңіздер. Егер видео ұнаған болатын болса, лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Жалпы шетелде өмір сүру, оқу, саяхаттау жайында толыққанды ақпараттармен бөлісетін боламын сіздермен.